Сен кімсің? Трейдермін. Немен айналысасың? Күресемін. Нақтырақ айтсақ, қаржылай еркіндік үшін күресемін. Өмірімнің әр моментін, мгновенияны ұстап, қалаған жерде болып, қалаған затымды алып, әке-шешеме көмектесу, жалпы қаржылай мақсаттарым бар, сол үшін күресемін. уақытың бар ма? Мүлде жоқ. Жас деген 30-ға келіп қалды, вроде қалаған армандарыма, мақсаттарыма жеттім деп ойлаймын. Бір жағынан көлік сатып алдым 20 миллионға, екінші жағынан өзіме қалаған пәтерімді алдым, Астана қаласында, Экспоның жанында, және әке-шешеме көмектесіп, олардың да жағдайын жасадым. Қосымша жылына кем дегенде 4 рет шетелге шығып тұрғаным бар, бірақ сонда да что-то не то. Қазір Таиландта болсам да, достар, бұл видеода мен мақтану мақсатын жазған жоқпын. Керісінше, 28 жасында не түсіндім? Және неге менде Kia K5, Mercedes емес 20 миллион тұратын, неге менде 40 миллион тұратын квартирам бар, бірақ 120 миллион тұратын коттеджім жоқ. Мен қандай жетістіктерге жете алмадым, қандай менің бір әрекеттерім оған керісінше кедергі еді, сол жайлы сөйлескім келіп тұр. И ең бастысы, мен білемін, что менің YouTube каналымда оқырмандар, олар жаңағыдай біреулер бизнеспен айналысады, біреулерінде қосымша табыс бар, ол онлайн болуы мүмкін, ол бізде трейдинг болуы мүмкін, бәрібір. Ең бастысы барлығымыз әрекет жасап жатырмыз, тәуекел жасап жатырмыз. Не үшін деген сұрақ туындайды. Өзің үшін бе, әлде изначально сен оның барлығын ата-анаңа көмектесу мақсатында, бала-шағаның болашағын жасау мақсатында жасадың ба? Просто неге бұл сұрақ қойып тұрмын? Менде мына ситуация болды, мен прям успех за успехом жүгіре беріп, олармен сөйлесіп кеттім. Иә. Ата-анамен айына бір ағырт хабарласып, не істеп, сөйтіп болды. Я деловым стал. На самом деле, біздің ұмыт кеткеніміз, өмірдің мәні, ол өмірдің өзінде емес пе? Әр сәтімен, бірақ с кайфом өмір сүру, эмоцияның бәрі испытывать ету. Я шынымен де, мен есіме алам, 5 жасымда ауылда туған апамның жанында пирожки жеп отырмын. Еркемін, ешқандай жауапкершілік жоқ, кайф. Содан бері 23 жыл өте шықты. Ол прикинь, 23 рет қыс өте шықты менде. Сол достар, ең бастысы, өмірдің мәнін ұмытпаңдар. Өмірдің мәні религияда емес, ақшада емес, ата-анада емес, бала-шағада емес, өмірдің мәні конкретно өмірдің өзінде. Мен тапқан табысымды әрқашанда оборотқа салғанның орнына шығара отырдым. Иә, мен шет елдер араладым, мен әке-шешеме көмектестім, оларды қуанттым, тағы да басқа әрекеттерім көп, соның арқасында менің трейдингтағы айлық табысым 4 миллион теңгені құрастырады. Если все это время мен ақшамды қайта оборотқа салып көтіме тығып отырған жағдайда, достар, мен шетелге шығуды енді ғана бастаушы едім. Я, вот как-то так. Так что мен үшін ақша вообще ешқандай рөл ойнамайды, мен үшін өмірдің мәні в первую очередь. Білесіңдер ме, жалпы менде қандай характер болды? 20 жасында біз 3 бала 50 мың теңгеден қосылып 150 мың теңгеге квартира снимать етеміз ғой. То есть 50 мың теңге мен квартираға төлеп отырмын. Менің қосатын ақшам. И вот, раз уж мен 50 мың теңге төлеп отырмын ба, онда ол квартирада мен максимум выжимать етем дедім. То есть мен ол квартираның ішінде кітап оқимын, ол квартираның ішінде мен тренировка жасаймын, ютубтан ақша табу схемаларын үйренемін. То есть адам әрқашанда өз шамасына қарау керек, и өз шамасында ресурсты максимально выжимать ету керек, көп ақша табу үшін, көп әрекет шығару үшін. Сен аспаннан мүмкіндік күтіп жата берсең, ол ешқашан келмейді. Қолыңда барды қолданды, табысқа шық. Мысалы үшін қараңдар, бізде клан дейтін телеграм канал бар. Ол жерде біз сигналдармен бөлісеміз. Мысалы үшін биткоин, евро, доллар, алтын, без разницы, то есть валюта және криптовалюта саласында сигналдар арқылы біздің оқырмандар қосымша табыс табуда. Оның бағасы небәрі 119 мың теңге, ойлаңдаршы. 3 айға доступ 119 мың теңге адам төлейді и бізге келеді. Оны не үшін айтып тұрмын? Негізінен келетін болсақ, осы 3 жылдың ішінде мен курсымды 5 жылдан жоғары сатып көрген жоқпын. Бізде қаншама отзыв бар, қаншама бесплатный сабақтар, бесплатный сигналдармен біз өзімізді дәлелдегеннің өзінде, біз ешқашан адамдардан 500 мың теңге, 1 миллион теңге, оны оларды рассрочкаға тығып сатып көрмеппіз. То есть как раз таки именно вот это нас отличает от других инфобизнесов. Өйткені маған продюсерлер шығады, айтады, Жаке дейді, кеттік, сенің продуктың мықты, командаң күшті, сен смело өзіңнің продуктыңды 50 миллион теңге таба аласың дейді. Типа блогерлармен коллаборация жасадың, рассрочкаға саттың, болды байсың. Не, так не работает, друзья. Маған авторитет важнее, потому что мен болашақта вообще қаржы министрі болсам ба деп отырмын. Вечок. Так что біз честно будем работать с вами. 119 мың теңге 3 айға это вообще копейки. Дейсіздер ма? Жарайды. 30 жасыма дейін мақсаттарымның бер жағын айтып өтейін. Біріншіден, мен долларовый миллионер боламын.
Да, 100% доллар миллионер боламын. Менде уже план бар, видение бар. Екіншіден мен өте ақылды боламын. Мен қазіргі таңда трейдинг саласын, криптовалюта саласын төңкеріп тастасам да, мен әлі искусственный интеллект төңкерген жоқпын. Мен әлі сол жақ төңкеретін боламын, көресіңдер. Инфобизнесті төңкеремін. Иә. Командамда 200-ден астам сотрудник. Компанияның обороты 20 миллион доллар жылына. Кайф емес пе? Вот сондай кішігірім мақсаттарым бар. Жарайды достар, каналға лайк, подписка тілеп қойыңдар. Жәнегі клан сообществосына кіргілерің келсе, осы видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп бізге жазыңыздар. Сау болыңыздар.